Мен Бибігүл Ермекқызы, Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі боламын. Сіздердің назарларыңызға менің әріптесім Торғын Марланна екеуміз бірігіп мақал-мәтел ой ұшқырлығының құралы атты факультативқа арналған авторлық өнім аясында құрастырылған сабақ жоспарларының топтамасын шығарған болатынбыз. Мектеп табалдырығын енді аттаған кішкентай бала, талпынып келе жатқан баланы ерте жастан, яғни бастауыштан бастап оқуға үйрету, кітапханаға барып тұруына, функционалдық сауаттылығын арттырып қалыптастыруына ықпал жасамаса, қоғамда сауатсыздық нышаны орын алатыны сөзсіз. Мақал-мәтелдер аз сөзбен терең мағынаны беретіндіктен, сөйлеп тұрған адамның ойының ұшқырлығының, тапқырлығының байқатады. Білім алушылардың әсіресе қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе алмайтыны қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Мақал-мәтелді сабақта қолдану, оларды әртүрлі мәтіндермен ұштастырып, негіздігі ойды табуға бағыт беретін жақсы ұтымды тәсілдердің бірі жолы деп ойлаймын. Назарларыңызға осы мақал-мәтелдермен қандай жұмыс түрлерін өткізуге болады, соны көрсеткім келіп тұр. Бірінші, зерек болсаң тауып көр дейді. Мынау жерде назарларыңызға мәтін берілген, табиғатты аялайық деген, сол мәтіннің ішінде мәтіннің мазмұнына сай мақал-мәтелдер берілген, салынған. Бұдан балалар не алады? Бала мәтіндегі қара сөз бен мақал-мәтелдерді ажырата алады. Бала қазіргі алған білім мен бұрынғы алған білімдерін ұштастырып негізге алады, қорытынды жасайды, және де баланың байқампаздығы артады. Себебі мына жерде мәтіннің ішінен көп балалар мақал-мәтелді таба алмайды. Келесі жұмыс түрі пазл жинау. Бұл жерде де бұл жұмысты балалар өте қызығып орындайды. Бұл жерде мәтін беріледі, сол мәтінге сай, мәтіннің мазмұнына сай бірнеше мақал-мәтелді беруге болады. Мынау жерде назарларыңызға бірінші және екінші номерде осы мәтіннің мазмұнына сай екі мақал-мәтел берген. Осы екі мақал-мәтелден балалар үшінші және төртінші мақал-мәтелді өздері шығара алады. Мақал-мәтелдің мағынасы қатты ауыспайды, өзгермейді, бірақ та өздері жаңадан мақал-мәтел шығарады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден сый күтпе. Екінші мақал, туғаныңмен сыйласпасаң, кең дүниеге сыймасын дейді. Бұл осы мәтінге берілген мақал-мәтелдер. Одан балалар мынадай мақал-мәтел шығарды. Туғаныңмен сыйласпасаң, өзгеден сый күтпе. Өзіңді өзің сыйламасаң, кең дүниеге сыймассың деген. Бұлдан не шығады? Мәтінге сай мақал-мәтелдердің мағынасын ашады. Мәтінмен жұмыс жасай отырып, қажетті мақал-мәтелді тауып, оны түрлендіреді, және түрлендіру арқылы олардың шығармашылық қабілеттері артады. Және де тағы да балаларға мынадай мақал-мәтел құру алгоритмін ұсынуға болады. Балаларға осында кесте беріледі. Кестеде алғашқы сөзді беруге болады, не болмаса балалар өздері ойланып, алғашқы сөзді өздері табады. Мысалға, алдарыңызда бірінші сөз ақылды адам, екінші бөлікте осы бірінші бөліктегі іс-әрекеті немесе қасиетін суреттейді. Ақылды адам не жасайды? Мысалға, ақылды адам жақсы іске құмар болады. Екінші сөз, ол бірінші сөздің антонимі болады. Жаман адам, оның іс-әрекеті әрине жақсы істен қашар. Сонда бізде ақылды адам жақсы іске құмар, жаман адам жақсы істен қашар деген балалар өздері мақал-мәтел ойлап табады. Келесі жұмыстың түрі, мысалға, мақал-мәтелдермен айтыстыруға да болады. Бұл мақал-мәтел айтысында мынау жерде үйге келген қонақ, қонақты қарсы алу, қонақты қарсы алғаннан кейін дастархан жаю, дастархан басындағы әңгіме, содан кейін қонақтарды шығарып салу. Мінекей мақал-мәтел түрінде де осылай айтысуға болады.
Келесі жұмыстың түрі суреттер сөйлейді әдісі. Балаларға енді көптеген неше түрлі тақырыпта суреттерді беруге болады. Мысалға бірінші суретке қарап балалар өздерінің білетін мақал мәтелдерін айтады. Екінші суретте де дәл солай суретке қарап суреттің мазмұнына сай өздері білетін мақал мәтелдерді айтады. Болмаса осы суреттің жанына бірге бірнеше тақырыпта мақал мәтелдерді беруге болады. Оның ішінен балалар осы суреттерге сай мақал мәтелдерді таңдайды. Астында аққу көлін аңсайды, мысалға адам өз елін аңсайды. Балалар осы суреттерді сөйлетеді, мақалдарға айналдырады.